Бір фильмнің реставрациясына толық цветокоррекциясымен, түс өңдеуімен, реставрациясын бәрін алған кезде шамамен 2 айдай уақыт болады. Жақсартамыз деп картинаны бүлдіруге болмайды. Пленкаға түсірілу тоқтатылды. Ешқандай искусственный интеллект қолдануға болмайды. Менің есімім Баян Кеңес. Мен Шәкен Айманов атындағы ұлттық киностудияның кинотаспа және цифрландыру бөлімінің басшысымын. Алдыңғы ғасырдағы түсірілген мықты біздің киногерлеріміздің жұмыстары реставрациядан өтілуде. Ең алғашқы фильмнің бірі Амангелдіні көре аласыздар. Қыз жібек фильмі, Конец атамана, Гаухар тас деген сияқты мықты кинолардың барлығы 4К форматта реставрациядан өтіліп, осы уақытқа дейін 22 жылдан бастап бізде 22 кино, оның ішінде анимациялық киноларда және толықметражды көркем фильмдерде бар. Қазір біз дыбыстың қалай реставрацияланатынын көруімізге болады. Қазіргі уақытта бізде 6 жасар Алпамыс фильмінің реставрациясы жүргізілуде. Треск, шум, даже фонограмманың өзінде царапиналар болуы мүмкін. Солардың бәрін алып тастау үшін бізде әртүрлі арнайы программалар бар. Сол программалармен мамандар жұмыс істейді. Қалихан, егерде бір есекті қоса, разницасын байқауға болады. Жаңа мысалы төмен болды дауысы, ал қазір уже диапазоны кеңейіп, жақсы естіліп жатыр дауыс. Бір фильмнің реставрациясына толық цветокоррекциясымен, түс өңдеуімен реставрациясын бәрін алған кезде шамамен 2 айдай уақыт болады. Бұл бізде цветокоррекция бөлімі. Бұл жерде әр картинаның цветін өңдеу жасалынады. Өйткені кинотаспа уақыт өте келе өзінің түсін жоғалтады. Сол түсін қайтадан келтіру үшін біз Да Винчи программасында цветокоррекция жасаған кезде бұрын кино операторлар, режиссерлар қандай задумкада жасады, қандай тональностьті жасады, сол тональностьті сақтауға міндеттіміз. Өйткені көрермен сол түске, сол картинаға көзі үйренген. Егер біз қазір оның түсін өзгертіп, басқа тональностьті жасайтын болсақ, ол уже восприятие басқалай болады. Бір частың өзінде 15 000 кадрдай болады. Сол әр кадрды, әр реставратор бөлек каждый кадрды тазалайды. Және де ешқандай искусственный интеллект, ондай нәрсе қолданылмайды. Өйткені киноның өзінің зерносы болады. Егер искусственный интеллектке салатын болсаңыздар, ол зерноның бәрін искусственный интеллект жеп тастайды. Сонда қазіргі біздің көбіне көріп жүрген плоский изображение көреміз. Бұрынғы сол жаңағы именно кино таспаның аутентичность дейміз ғой, енді сондай несін бере алмай қалады да ол. Сондықтан ешқандай искусственный интеллект қолдануға болмайды. Мысалы, мына жерде мынандай осындай міне, мына жерде көріп тұрсаңыз, мынау бар, мына жақта уже жоқ. Ол алып тасталды. Және ол байқалмайды, что ол жерде қандай да бір жұмыс жасалынғаны. Оны реставраторлар бұл бір ювелирный жұмыс деп айтсақ та болады. Міне мына жерде пятно тұр, міне көріп тұрсаңыздар, міне пятно тұр. Мынау жақта уже міне мынау до, мынау после картинка. Бірінші стабилизация қоямыз, стабилизациядан кейін мерцанияны аламыз, одан кейін уже каждый кадрды бір-бірден листать етіп отырып жұмыс жасаймыз.
бұл жерге тоже кез келген адам отырып бір күнде үйрене салып жасап кете салатын нәрсе емес. Ол все равно жаңағы пленкалардың ерекшеліктерін білу керек, изображениенің ерекшеліктерін білу керек. Нюанстары өте көп. Мысалы мынандай мелкий жұмыстармен жұмыс істеген кезде өте сондай қозғалыстағы картиналармен жұмыс істеген қиындау болады. Потом тау, тастар, су, ағын су, жаңбыр, сондай картиналармен жұмыс істеген қиындау. Өйткені ол жерде таба білуің керексің да, қайсысы грязь, қайсысы картина екенін. Тазалап жатып, картинаны бүлдіріп алмау керек. Бізде 1992 жылға дейінгі кинолардың барлығының түп нұсқалары Ресей Федерациясында Белые столбы деген Госфильмофонд бар. Бүкіл СНГ-нің кинолары, даже одан бөлек бүкіл әлемдік сол Ресей Федерациясына жаңағы неге көрсетілімге келген кинолар даже сол жерде сақталынады. И сол жақтан біз жыл сайын өзі белгіленген жоспар бар, сол жоспар бойынша жыл сайын сол жақтан оцифровка жасалынып бізге алып келінеді. Біз сол киноларды реставрация жасаймыз. Бұл бізде мемлекеттік тапсырма. Қазір біз лабораторияда, киностудияның лабораториясындамыз. Бұл жерде бізде кинотаспалар, барлық кинотаспалар тазалаудан өтеді. Ультрадыбыстық машинада перхлоретилен растворында тазалаудан өтеді. Бұл ультрадыбыстық машинада тазалау бізге не үшін қажет? Ол жаңағы адамдар жұмыс істеген кезде пленкада қолдың іздері қалуы мүмкін, шаң жабысып қалуы мүмкін, немесе басқа да артық іздер қалып қалуы мүмкін. Соның бәрін алып тастау үшін осы аппаратта тазалайды. Пленканың бетінде желатиновый слой деген болады. Ол органикалық зат болғандықтан, ол көгеруге және бұзылуға бейім. Сол процесстерді тоқтату үшін біз өзіміздегі архивтегі пленкалардың барлығын 5 жылда бір рет тазалаудан өткізіп отырамыз. Әр кинопленканы біз алдын ала спиртпен тазалаймыз. Можем остановить. Мынау жерде қарасаңыздар, бұл позитивті пленка. Егер бұл жерде изображение бар, және де фонограмма бірге. Бұл прокатқа дайын кинотеатрға да көрсететін кинопленка. Бұрын фильмдер кинотаспада көрсетілген кезде қолданылған болатын. Қазіргі уақытта әрине бізде бәрі хард дискпен цифрда көрсетіледі. Laser Graphics Scan Station аппараты бұл жерде бізде пленкадан цифрға аударылады. Бұл аппаратта біз тек қана изображениені ғана емес, дыбысты да цифрландыра аламыз. Бұл жерде 35 мм және 16 мм пленкалар қолданылады. Одан бөлек разрешениесі 6,5-ға дейін, 2К-дан 6,5К разрешениеға дейін сканер жасалынады. Мысалы 16К, 8К, 10К деген сияқты разрешениялары болған кезде изображениеда уже пикселизация пайда болады. Еще ашылмайым дейді. Айтып кетсем болады. Құнанбай фильмі пленкаға түсірілген, пленкада тиражировать етілген ең соңғы киноларымыздың бірі. Бұл 2015 жылы шыққан. Сол 2015-те пленкаға түсірілу тоқтатылды деп айтсам болады. Мемлекеттік тапсырманың маңызы өте зор. Өйткені бұл біздің өзіміздің кинолардың, қазақи нақышта түсірілген кинолардың өсіп келе жатқан жасөспірімдерге, өсіп келе жатқан болашағымыз үшін
сабақ ретінде де өте танымдық жағынан да маңыздылығы өте зор деп ойлаймын. Біздің осы жасалып жатқан жұмыстарымыздың барлығы фильмдеріміз тек таспа күйінде қоймаларымызда бұлай сақталып қана қоймай, сіздердің, яғни көрермендердің назарына берілу үшін жасалып жатқан Қазақфильм киностудиясының осындай ауқымды үлкен жұмыстарының шараларының бірі. Сол үшін YouTube арнамызға тіркеліңіздер және біздің киноларымызды тамашалаңыздар.